Мына тұлға дүкеніне, оның сотрудниктарына мен рахмет айтқым келіп отыр, то что осындай 10 күндік алып берген путевкаларына бір жыл 3 ай бойы жұмыс істесіп келіп, маған осындай Мальдиваға 10 күнге путевка алып берді да. Рахмет сендерге. Әрине, көңілге тет ол нәрсе, түймедей нәрседен түйедей нәрсе жасады. Мені бүкіл қазақ еліне қара бет қылып, хайуан қылып та, который қызды ұратын, тебетін адам қылып көрсетіп мені. Просто мен ашуланатыным сразу халықтың ойына андай жаман ой салып та, сразу ойбай мені тепті, ұрды, физический нападение болды деп. Бұның барлығы өтірік, бұның барлығы клевета біріншіден. А за клевету есть статья, білесіздер да оны. То, что перепискаларды көрсеткен екен, там оған да статья бар. Если на принцип кететін болсам, давайте мен де ол адамды жапқызайын, онда соның дәрежесіне түсейін мен де. Сол қазір сіздер айтасыздар, қатын мен қатын болып не қыласың, қойшы там анау мынау деп та. Дұрыс қой, ондай әңгіме болады, потому что бәріне жағып болмайсың бұл өмірде. Екіншіден айтыпты өткенде, халықтың алдына шығып кешірім сұрасын депті. Мен не үшін халықтың алдына шығып кешірім сұрау керекпін? Халықтың алдына шығарып оны ұрдым ба, тептім ба, болмаса халықтың алдына шығарып унижать еттім ба? Халықтан ол кешірім сұрасын, то что мен осылай өтірік информация тараттым, Асқар Жұмабек туралы негізінде осындай жағдай болып қалған, кешіріңіздер деп та. Мен салмаймын ондай видео, не үшін салу керекпін? Или мен халыққа тіл тигіздім ба, халықтың бір ойын уладым ба, өтірік сөздер айтып? Жоқ, мен ондай нәрсе жасаған жоқпын. Бұл мен еш нәрсе біткен жоқ әлі. Келесі видеода мен әлі көп нәрсе айтатын болам сіздерге. Просто таяқтың екі ұшы болады, білесіздер ғой. Бұл жерде кінәні бір жақтан ғана іздеп керек емес.